Ассалаумағалейкум, баршаңызға саламатсыздар ма? Бүгін бізде Runway деген жасанды интеллектке толыққанды обзор жасайтын боламыз. Және бұл Runway дегеніміз ол толыққанды видео генерация жасайтын, яғни нөлден бастап сіздің текстовый запроспен немесе видеоңызбен немесе өзіңіздің суретіңіз болатын болса, сол видеолардың соны суреттерді өте керемет, адам миына сыймайтын деңгейдегі, фантазиясына сыймайтын деңгейде алып, өте качествосы жоғары деңгейде видеоларды жасап беретін, яғни видео генерациямен айналысатын жасанды интеллект. Бұл қазір өте үлкен ноу-хау жасап отыр, яғни осы видео генерация тарихындағы өте үлкен серпін тигізіп жатыр, өте үлкен дамуына үлесін тигізіп жатқан жасанды интеллекттің бірі. Қазіргі уақытта топ бір десек шатаспайтын боламыз. Давайте бұны кейбір мысалдарға көрсетіп кетейін. Осы жасанды интеллекттің көмегімен, яғни ранвейдің көмегімен жасалған видеоларға обзор жасап кетейік. Давайте кішігірім ғана. Мысалы, мынау бізде ранвейдің көмегімен жасалған бұл Гарри Поттердің стиліндегі видео. Соған ранвейдің арқылы бізде жасап көрген болатынбыз. Біз жасамадық, бірақ басқа кісілер жасаған, просто соған обзор жасап отырмын. Мен прям каждый детальный қатты мән беріледі бұл жерде, каждый свечасы, каждый әріптеріне қараңыздаршы, каждый деталь бұның барлығы кәдімгідей жасалған. Прям өте керемет жасалған, негізі өте керемет жасалған. Дәл сол сияқты мысалы бір екі видео бар, мысалы бала қарда ойнап жатқан. Прям қараңыздаршы, качествосын деңгейі прям өте керемет, ультра качествосы деген кәдімгідей. тағы да бір видео мысалы, анау фудзи того япониядағы соған мысалы бір панданы бірдеңе келіп құм бірдеңе төгіп жатыр әйтеуір тұзға. Мысалы ринколлизияда жатқан үйрек артында коллизия құлап жатыр. тура осы сияқты мысалы видеолардың барлығын бізде ранвей жасаған болатын, яғни качествосы өте жоғары деңгейде. Бұндай видео генерация бізде адамзат тарихында болмаған, бұл енді ғана шығып жатыр, осы жақында ғана шықты бізге соңғы обновлениесі. И соған біз толыққанды қазір обзор жасайтын боламыз сіздермен бірге отырып. И сол үшін давайте біздің арнамызға ұмытпай, алдағы уақытта осындай көбірек видеолар шығып отыру үшін, көбірек обзорлар, көбірек жасанды интеллектке қатысты ақпараттар шығып отыру үшін біздің каналымызға ұмытпай түрде дәл қазір колокольчик қойып, астына подписаться батырмасын басып алыңыздар. И бізді комментарийде тоже қолдап, өздеріңіздің ойларыңызбен видеоның соңында бөлісетін болсаңыздар, біз қуанып қалар едік. Әлі ары қарай жалғасақ, бізге ранвейға кіру үшін біз ранвейді жазатын боламыз. Ранвей деп жазу, дәл осыны жазасыз, міне ранвей деп жазсаңыздар сізде уже шығатын болады. Главный экранда бізде осындай видеолар күтіп алатын болады. Бізге бастаушы, жұмысты бастау үшін get started дегенді басамыз, ең үстіне тұрған оң жағында кнопканы басқаннан кейін бізде все главный экранға, главный панель управления кіргізіп жібереді. Өте оңай, қатты қиын емес. Негізінде ағылшын тілінде бұның интерфейсі, бірақ соның өзінде қатты қиын емес. Try it now деген басатын болсақ, бірден уже видео генерация кірісіп кететін боламыз. Негізінде бірден айтайын, ранвей бізде ранвей бізде қазіргі уақытта платный, яғни төлем арқылы ғана жұмыс жасайды. Бірақ сіз 3 видеоға дейін тегін видео генерация жасай аласыз. Үш видео жасап аласыз. Одан кейін егер ұнайтын болса ары қарай платный версиясын жалғастырсаңыз болады. Егер ұнамаса, онда басқа да аналогтар, яғни басқа түрлерін қарастырсаңыздар болды. Алдағы уақытта тоже басқа түрлеріне қатысты видеолар шығаратын боламыз. Ал так, все енді бізге текстовый промпт арқылы жасайтын боламыз. Яғни промпт дегенді басамыз, мына жақта сол жағында т деген әріпті. Одан кейін бізде мына жақта версиясын таңдау болады. Турбо версия бар бізде қазіргі уақытта, Gen 3 Alpha Turbo, Gen 3 Alpha бар және Gen 2 бар. Айырмашылығы қандай? Бізде Gen 3 Alpha Turbo деген бұл тек қана сіздің дайын сурет, дайын видеолармен ғана жұмыс жасайды. Яғни сіз өзіңіздің дайын видеоңызды немесе дайын суретіңізді қоятын болсаңыз, сол арқылы ол деген керемет видеолар жасап береді. Сіз промпт, яғни текст жазасыз, одан кейін өзіңіздің дайын видеоңызды немесе дайын бір сурет қоясыз, и соған қатысты өзіңіздің фантазияңызға сыятын, фантазияңызға келмейтін видео текст жазып, одан кейін соған видеоларыңызды видео генерация жасай аласыз. Бізге ол пока қажет емес. Біз давайте текстовый форматта жасап көрейік. Яғни текст форматты жасау үшін бізге Gen 3 Alpha деген таңдаймыз. Все, так, бізде текстовый формат таңдалды. Енді бізге промпт жазу керек. Промпт дегеніміз, және бұған инструкция беру керекпіз. Біз қандай видео қалаймыз, соны жазамыз. Бұл жерге біз орысша жазсақ болады, бірақ орысша онша түсінбей қалуы мүмкін. Сол себепті біз ағылшынша жазамыз. Ағылшынша онша жақсы емес. Сол себепті мен аламын да, как всегда, ChatGPT-дің көмегіне жүгінеміз. Мен былай жаздым, яғни Gen 3 Alpha Turboға арналған осы неге ранвейға арналған промпт, күшті видеоларға промпт жазып берші дедім. И сол маған промпт жазып берді. Соны дайын күйінде көшіріп аламын да неге қоятын боламын, ранвейға қоятын боламын. И осы жерге қоямыз. И кішігірім функционалды, яғни настройкасына тоқталып кететін болсақ, настройкасын settings деген жерде басатын болсақ, настройкасына кіреміз. И бұл жерде бізде качествосын таңдасақ болады, потом горизонтальный форматта немесе вертикальный форматта таңдасақ болады. И одан кейін астында бізде анау коды бар. И бізде качествосын өзгерте алмаймыз. Бізде 720p де қалады. Яғни егер де сіз көбірек төлем жасайтын болсаңыз, қазір алдағы уақытта тарифтарына тоқталатын боламын. Әрине ол 1040 деген бар, точнее 1020, одан кейін тағы да басқа да 4К деген ультра бар качествосы, тоже сондай видеолар жасай аласыздар. Все, бізде в принципе барлығы ең маңызды функционалдар таңдалды. И ең соңғысы бізде 5 секундтық немесе 10 секундтық видео. Өздеріңіз білесіздер, әрине біз 5 секундтан бастап көрейік, ең жеңілінен ең оңайына. И все, generate деген басатын болсақ, бізде уже кетеді қазір. Так, осындай бір сөз шығатын болады. Бұл не деген мағына? Яғни біздің видеомыз қазіргі уақытта ол неде тұр? Паузада тұр, точнее біз ожиданияда тұр. Яғни біздің видеомыз қазір күтіліп отыр. И все, ожидание тез бітті. Бізде уже ары қарай не болады қазір? Процент загрузка жетеді, одан кейін бізде уже видеомыз дайын болады. Так, бізде уже где-то бір минут болмады, негізінде 1 минуттың ішінде бізде осындай видео дайын болған болатын. Қазір біз оны көреміз бірге. Пока что давайте тамашаламай тұрайық, біз оны параллельно бір видео жасай берейік. Ол үшін мен қайтадан чат GPT кіремін де, так, бағанағы нем промптым бар, промптымды қазір енгізетін боламын. Басқа промпттарымды. Давайте пока что біз басқа промпт енгізіп қойдық, яғни біз бірнеше видеоға тест жасап көрейік, қалай жасайтынына.
Так, мынаны өшіреміз, оның орнына промптты қоя саламыз. Болды, пока generate деп бастайық. Пока жүре берсін астына. Все, кетті. Енді қараңыздар, давайте біздің видеомызды тамашалап көрейік. Енді нақты өзінің айналасында хайпқа достойный ма, достойный емес па, соны көрейік. Давайте үлкейтейік экранды, ал басты. Так, корабль де шығып отыр, өз-өзімен түсініксіз сәл. Пока біздің сәл промптымыз нормально, бірақ видеомыз, в принципе, качество жағынан қатты жаман емес, но, в принципе, детальдарға қатты мән берілген, но сәл түсініксіздеу екен видеоның генерациясы. И давайте екіншісін көрейік. Біріншісі маған шыны керек көңілімнен шықпады, особо ұнамады, бірінші видеосы. Қазір екінші видеомыздың загрузкасы бітсін, сосын оған тоже обзор жасайтын боламыз. Так, бізде уже екінші видеомыз дайын, шамамен 1 минуттай уақыт кетті, загрузкасына тоже уже, бірақ картинасы уже маған ұнап тұр. Пока оны тоже көрмес бұрын, давайте біз уже тағы да бір 2-3 промпт алып енгізіп тастайық, чтобы бізде бір емес бірнеше видеоға обзор жасау үшін, яғни нақты көзіміз жету үшін, бұның жұмысына, яғни ранвейдің жұмысына көзіміз жету үшін, біз давайте бір емес бірнеше видеоны уже загрузкаға қойып тастайық, чтобы нақты көзіміз жету үшін өзінің ақшасына стоит па, стоит емес па, өзінің айналасында хайпқа стоит емес деген сияқты. Сол үшін давайте бірден бәрін generate басып тастайын, өзімнің дайындап қойған промпттарымды чат GPT арқылы. Так, мхм. Пока бірақ бірінші видеосы маған өзінше көңілімнен шықпады, негізінен шыны керек, онша мен ойлағандай болмады, мен күткендей болмады. Сол үшін давайте екіншісін енді көңілімізде қалдырмайтын шығар деген ойдамын. Давайте көрейік. Так, бұл жерде мысалы бір какой-то бір батыр оттың жанында бір анименің стилінде болып кетті ғой, иә. Но негізі бірінші картинасы ұнады, маған бірінші картинасы әдемі болып тұрған, негізі бір күшті бір картина болады деп ойлағанмын. Бірақ соңғы жағында кішкене былайша айтқанда шайып кеткен сияқты негізінде, поэтому, в принципе, бірақ бірінші картинасы әдемі. Яғни сәл қырқып алса болады негізі алғашқы 2 секундын, соны қайтадан бірнеше басқаша вариантта жасап көрсек болады осы ранвейдің ішінен. Хорошо, екіншісі жаман емес, уже жақсарып қалды чем бағана біріншісіне қарағанда. Біріншісі бірақ маған мүлдем ұнамады. Екіншісі уже үшіншісі дайын екен, давайте үшіншісін көрейік. Мысалы бір бала метроның ішінде ма, пойыз ба, ненің ішінде, соның ішінде жүгіріп бара жатыр. И жанында, короче, призрактар былайша айтқанда. Қызық, прикольно негізі, прикольно, фантазиясы. В принципе, қызық болып тұр. Какой-то бір призрактар бірдеңке немесе әруақтар ма нелер, но сонылардың жанынан өтіп жатыр пойыздың ішінен, бір аппақ ашық неге қарай. Тоже қызық, в принципе, қызық, тоже қолдан көрсек болады, негізі өзіміздің бір идеямыз қосып. В принципе, қызық жасаған. Опа, үшіншісі уже, мне кажется, даже әдемірек жасаған сияқты. Давайте көрейік, төртіншісі уже де, шатаспасам. Кетті. Мәссаған. Бір какой-то супергерой ма бірдеңке, короче. Екінші переходы сәл түсініксіз болып қалды, бірақ мынау алғашқы 2 секунды маған 3-4 секунды, 3 па қанша секунд болды, нормально жасалған. Ары қарай сәл түсініксіздеу болып қалды, иә. Хорошо, давайте тағы да жалғастырайық. Соңғы видеомыз 5-ші видео. Уже қандай видео? Бір қалада 2 ағаштың ортасынан бір машиналар өтіп бара жатыр. В принципе, білесіздер ма, маған ең ұнаған негізі осы ұнады, маған осы видео ұнады. Қалғандары қатты бір көңілімнен шықты деп айта алмаймын. Екінші видео тоже нормально, в принципе, қатты емес. Давайте енді біз 5 емес, бір 10 секундтық видеоға обзор жасап көрейік. Ол үшін біз чат GPT-ге кіреміз тағы да. Бірнеше промпт жазып айтамыз. Тағы бірнеше промпт жазып бере салайық. Неге ранвейға арналған промпт жазып береді қазір. И соған арналған промптты қазір аламыз да, қоя салайық, любой біреуін алып. Так, давайте мынаны алайық біріншісін. И 10 секундтық видео жасап көрейік, 5 емес, 10 секунд, может, сол кезде более качествосы жақсырақ шыға ма екен. 10 секунд бастық, generate басамыз, и все, загрузкасын күтейік. Бізде загрузкасы бітті. Так, сәл ұзақтау болды бұл жолы. Бізде бағанағы 5 секундтық видеомыз 1 минуттан жасалса, но шамамен бір 2-3 минуттың уақытын алды бұл видео. Хорошо, так, бұл жерде не айтуға болады, қараңыздар, бұл видеоны көрейік бірінші, потом кері байланыс беретін боламыз. Так, бір мультик стилінде жасалған екен. Герой, который супергерой, алға қарай жылжып барады. Уже бағанағы видеоға қарағанда, мне кажется, более-менее качественно жасалған екен. Егер де промптты басқаша өзгертетін болсақ, тоже жақсырақ шығуға болатын беді. Так, енді все, давайте нақты енді өзімнің кері байланысын берейін. Так, мына стоп қоя салайық. Стопқа. Жалпы негізі бұл жерде видеоның генерациясы жағынан және видеоның качествосы жағынан жаман емес, негізінде айтарлықтай жақсарған алдыңғы жылдарға немесе осы жарты жыл бұрынғы ранвейға қарағанда. Бірақ сонда да әлі де доработка керек екен, әлі де улучшение керек, өйткені бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай өзінің определенный минустары бар екен, яғни кейбір детальдар жетіспей қалады, кейбір мысалы түсініксіз андай бір фондар, переходтар дұрыс түсініксіз болып қалады, сәл басқаша ауысып кетеді деген сияқты, сондай нелер моменттер бар екен. Но және де бірақ профессионалдар қолданатын болса, әрине олар промптты күштірек жазатын болады. Бұл жерде ең маңызды бізде промпт жазу, яғни бізде ранвейдағы біздің видеомыздың качествосы максимально жоғары болу үшін, біздің ойлағанымызда видео жасау үшін бұл жерде ең маңызды бізде промпт. Сол үшін промптқа алда қатты мән беріңіздер. Егер барынша өздеріңіздің ойларыңызды жақсы жеткізе алмайтын болсаңыздар, онда чат GPT-ге тапсырыңыздар, чат GPT-ге жазыңыздар, қазақша орысша жазып, оны ағылшыншаға осындай промпт жазып бер дейтін болсаңыздар, ранвейға арналған, сол кезде жақсырақ жазып беретін болады. Маған, в принципе,
жеті видео жатыр ғой, жеті, оның бесеу, алтауы бізде бес секундтық видео болды, біреуі ғана бізде 10 секундтық видео болды. Жалпы енді бұл үшін үшін менде қанша ақша кетті соны көрейік. Давайте мен тарифтан өтейік. Сол үшін бізге тариф көру үшін бізде go to dashboard деген басамыз да сол жағындағы кнопканы, потом одан кейін аккаунтыңыздың үстіндегі мынау стрелканы басатын болсаңыз workspace settings деген бар, соны басып біз уже тарифке планс және биллинг деген жерге кіріп тарифті көре аламыз. И бұл жерде бізде апдейт план деген басатын болсам, мен уже платный версиясын сатып алғанмын. Так monthly деген қоямыз, яғни айына. Получается, қараңыздар, бізде бірден айтайын, бағалар өте былай арзан деп айтуға келмейді, және орташа бағалар жалпы жасанды интеллекттің ішіне. Бірінші бағана айтқан алдыңғы сабақтың басында айтқандай бізде тегін көрсеңіздер болады, нөл долларға. Бұл жерде бізге 3 видео тегін қолдануға болады. Одан кейін бізде 15 доллар стандарт деген бар. Менің қазіргі тарифім осы, просто сіздерге обзор жасау үшін қосып сатып алған болатын, көрсету үшін. Бұл жерде примерно бізге так қанша не береді екен, кредит береді, 625 кредит береді екен, яғни айына. Бұл дегеніміз шамамен бір 5 секундтық видеоның алтауы десек болады, ал 10 секундтық видеоның үшеуі деп айтсақ келеді екен. Получается, бізде шамамен 5 секундтық видеоға бұл жерде 100 кредит кетеді ғой, получается. И сол сияқты мысалы 35 бар, 95 доллар бар, даже 1000 долларға бар, бірақ бұл бір жылға арналған екен. Бұл жалпы өзіңіз көріңіздер, егер алдағы уақытта егер ұнап жататын болса, качествосы жақсарып жататын болса, қолданып көрсеңіздер болады. Бірақ мен өзім көп ранвейді қолданбаймын негізінде. Біз көбінесе Клинк сияқты немесе Хейлу деген сияқты осы жаңадан шыққан, осы көбінесе қытайлық жасанды интеллектті көп қолданамыз видео генерация үшін, өйткені олар арзанырақ, бірақ качествосы да тоже төмен деп айта алмаймын. Алдағы уақытта тоже оларға обзор жасайтын боламыз. Просто қазіргі уақытта бізде өте үлкен хайп бар осы ранвейдің астында. Сол үшін біз нақты бұл қалай жұмыс жасайды соның былайша айтқанда кішігірім обзор түсірген болатынбыз. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, өзіңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта қандай сабақтар түсірсек, соларға тоже өздеріңіздің ойларыңызды комментарий жазып кетсеңіздер, біз алдағы уақытта сол видеоларға обзор жасайтын боламыз. Ал біз сабақтың соңына келдік. Енді біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің YouTube каналы астында подписаться деген батырманы басыңыздар, уведомление қосып қойыңыздар. Алдағы уақытта бізге жаңадан видео шығатын болса, сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Және біздің басқа да әлеуметтік желілерімізге тіркеліп алыңыздар. Біздің астында описанияға қалдырып кететін боламыз. Келесі сабақта кездескенше.